Эхинация – бұл өсімдіктің емдік қасиеттері жайлы не білесіздер? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз 100 антибиотиктен де күшті шөп дәрі туралы айтатын боламыз. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Емдік өсімдіктер арасында эхинацияның алатын орны ерекше. Халықтар арасында қан тазалағыш деген қосымша аты бар. Лимфатикалық жүйені, қанды, бүйрек пен бауырды өте жақсы тазалайды. Эхинация ауруды емес, сол ауруды, кеселді туғызатын себеп салдарды емдейді. Ағзаға ешқандай кері әсері жоқ. Халық емде тұнбалары, қайнатпалары, сөлі көп қолданылады. Оларды жасауға гүлдері мен сабақ жапырақтары балғын күйінде не болмаса кептірілгені қолданылады. Эхинацияның тұнбасы қолданылатын кеселдер: цистит, нефрит, гепатит, инфекциялық және салқын тиюдің салдарынан болатын грипп, бронхит, танзелит, пневмония, герпес аурулары. Еркектің жыныс мүшелері простатит, аденома, асқазан жарасы, язва, гастрит, іштің қатуын, көк тамырлардың спазмаларын, әйелдердің кеселдері, түрлі қабынуларды, антибиотикті көп қолданғанда, химиотерапиядан кейін және радиацияның залалдарына, лейкопенияға, қан формулаларын қалпына келтіру үшін жаңа пайда бола бастаған қатерлі ісіктерді, түйіншіктердің алдын алу асқынуына жол бермейді. Эхинацияның тұнбасын дайырлау әдісі: 20 грамм балғын немесе 50 грамм кептірілген эхинацияны 1 литр таза спиртке салынып, 14-20 күндей қараңғы жерде сақталады. Күнделікті шайқап тұру керек. Даяр болған соң сүзіп алынған тұнбаны 20-30 тамшыдан күніне 3 реттен 20 минут тамақтың алдында 10 күн ішкен дұрыс. 3 күн үзіліс жасағаннан кейін тағы да 2 рет қайталаңыз. Емделу мерзімі 10 күннен. Бұл бір емдік курс болып саналады. Эхинация тұнбасы вирусқа қарсы оны тудыратын бактерияларды жойып отырады. Полиартрит, простатит және гинекологиялық кеселдерді емдеуге өте пайдалы. Эхинация тұнбасы қанның құрамын жақсартады, иммунитетті күшейтеді, жарақат пен жаралардың жазылуын тездетеді. Сыныққа, буын шыққанға да өте жақсы. Псориаз, экзема, күйік, ойыл, тесілу және сыздауықтарға ылғалды тампонмен компресс жасаған дұрыс. Тұнба немесе тұндырма мидың қабілетін арттырады. Зердені күшейтіп, қатты күйзелістен шығуға да ықпалы бар. Жұмыс істеу қабілетіңізді өте қатты арттырады. Эхинация тұнбасының жақсы әсері: гинекологиялық кеселдерге, иммунитеттің төмендеуіне, безжайлыққа, мидың жұмысына, алкогольге бейімділікті әсер етеді және темекіні тастауға көмегі бар. Герпесті емдеуге 10 күнде жоғалтады. Болмаса көп уақытқа шейін пайда болмайды. Жасына қарамастан еркектік әлеуетті потенцияны күшейтеді. Тұнбаны 0,5-1 стақан шырындармен қосып, күніне 3 рет 30 минут тамақтан бұрын ішу керек. бедеулікті емдеуге де көмектеседі. Эхинацияның қайнатпасы асқазан жарасын, язва, буын ауруларын, отек емдегенге жақсы. Көңіл күйді көтеріп, көздің көру қабілетін күшейтеді. Қайнатпаны дайырлау әдісі: 1 шай қасық эхинацияның жапырағын 1 стақан қайнаған суға қосып, ол ыдысты ыстық суға салып 15-20 минут ұстағаннан кейін сүзіп алып, стақанның 3/1 бөлігін күніне 3 рет тамақтанар алдында 10 күн ұдайы ішкен дұрыс. 5 күн үзілістен соң тағы 10 күн қайталаңыз. Бұл бір курс. Емдік шараны арасына 5-10 күн салып, кем дегенде 2-3 рет қайталаған дұрыс. 10 күннен артық үзіліссіз ішуге және 2 жасқа толмаған балаға ішуге болмайды. Сондай-ақ эхинациядан жасалған дәріні лейкозға, енжар, склерозға, туберкулезге, аллергияға қолдануға болмайды. Аяғы ауыр әйелдерге де ішуге болмайтынын айта кету керек. Құрметті көрермен, егер де біздің видеомыз сізге ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Біз сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз.